Безеу кең тараған тері ауруларының бірі. Ауру жас таңдамайтыны секілді, безеудің бетке шығуы бұрын жасөспірімдер арасында жиі кездессе, қазір бұл ересектер үшін де мәселеге айналып отыр. Көпшілігі бетіне шыққан безеуден ұялып, одан құтылу үшін өз бетінше түрлі ем-дом қолданып жататындар бар. Алайда артық қыламын деп тыртық қылып жататындар да жоқ емес. Ал мұндай жағдайға жеткізбеудің жолы қандай? Безеуден қалай құтылуға болады? Емі бар ма? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын бүгінгі видеодан көре аласыздар. Безеу асқазан, ішек жол аурулары, зат алмасуының бұзылуының кесірінен шығады. Сондай-ақ бет терісіндегі майдың шамадан тыс көп бөлінуі, бетке дұрыс күтім жасалмауы да оған септігін тигізеді. Бұл тері ауруының түрі, әсіресе жасөспірімдер арасында кең таралған, себебі жастарда гормондар өсіп, түрлі өзгеріске ұшырай бастайды. Сол жасөспірім кездегі безеудің орны үлкейген кезде де кетпей дақ болып қалып қалады. Оның себебі жасөспірім кезде ағзадағы гормондар алмасу реті бұзылуы мүмкін. Денеге шыққан кезде дұрыс күтім жасай білетін болса, оның ізі қалмайды. Ол үшін уақытында дерматолог, косметологқа қаралу керек. Егер өз бетінше емделуге тырысып, бөртпелерді сығып қанататын болса, артынша қызыл ісік пайда болып, инфекция ішіне кіріп алуы мүмкін. Кейін тыртықтың пайда болуына алып келеді. Сондықтан бөртпелерге мүлдем тиіспеу қажет. Қыздар бетіндегі кемшілікті жасыру үшін опа-далапты жағып жүреді. Бұл қаншалықты дұрыс? Оны бетке жаққан кезде терінің астында әртүрлі инфекция кіріп кетуі мүмкін. Негізі мүмкіндігінше бетті таза, ашық ұстап, дәрігердің кеңесімен қажетті ем шараларды қолдану керек. Бетке әр нәрсені жаға берген дұрыс емес. Әр заттың дайындалу жолы бар. Оны әркімге жеке тағайындап ұсынатын тек дәрігерлер. Беттегі безеуді кетірудің қандай жолы бар? Оны қалай емдеуге болады? Безеуді кетіру үшін ең алғаш шыққан кезден бастап дәрігердің көмегіне жүгіну керек. Ем қабылдау процесі терапевтке барудан басталады. Маман алдымен асқазан, ішек жолдарын, хеликобактер бәрін тексеріп барып, оның нәтижесіне қарай ем жазып береді. Яғни безеудің шығуына себеп болып отырған факторды анықтап барып қана емдеуді бастау қажет. Ол үшін бірінші ішкі ағзаны тексереді, содан кейін барып қана сыртқы теріні емдеуге кіріседі. Ішкі құрылыстан бастамай тек сыртқы теріні ғана қарап тазартуға тырысатын болса, онда ешқандай пайда да көмек те болмайды. Емделуші косметолог пен дерматологқа бір-екі рет қана барып, шыдамсыздық танытпауы керек. Толыққанды денені безеуден кетіру үшін емді дерматолог маманның айтқан, ұсынған да әдісін қолдану қажет. Сонда ғана жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Адамның жеген тамағы безеу шығуына әсер етуі мүмкін бе? Егер асқазан, ішек жолдарында қандай да бір аурулар болатын болса, әсер етуі мүмкін. Әр тамақты мөлшерінен тыс жемей, зиянды тағамдарды ащы мен тәттіні азайтқаны дұрыс болады. Негізінен дәрігерлер емделу кезінде өздері диета жазып береді. Көбіне сүттен жасалған тағамдар мен ақуызды шектеуге кеңес береді. Тері ауруының пайда болуына көмірсулардың да көп қолдануы әсер етеді. Көмірсуы бар тағамдарға құрамында қанты көп газдалған сусындар, фастфуд, чипс, кондитер тәттілер жатады. Безеуден құтылғыңыз келсе, тәттіні азайтуыңыз керек. Безеуден сақтанудың немесе одан құтылудың тағы бір амалы үйде бетті дұрыс күту. Бетті тазартатын құралдарды терінің типіне байланысты таңдау керек. Бет күтімі 3 кезеңнен тұрады. Жақсылап жуу, тоникпен тазалау және ылғалдандыру. Мамандардың айтуынша адамдар таңертең және кешкісін бетті тоникпен тазалауға ерінбеу керек. Ол ылғалдандырушы кремнің теріге жақсы сіңуіне септігін тигізеді. Тоник жуынуға арналған құралдардың құрамындағы pH деңгейін бейтараптандыру үшін керек. Бет терісінде pH көрсеткіші жоғарыласа, тері тітіркеніп, қабыршақтанып кетеді. Тіпті кейде тері ауруларына ұрындырады. Безеуді емдеу үшін ең алдымен дәрігердің берген кеңесіне жүгініп, содан кейін ғана ем қабылдағаныңыз абзал. Сондай-ақ дұрыс тамақтанып, денсаулығыңызға күтім жасап жүруді ұмытпағаныңыз жөн. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.
деніңіз сау болсын.